Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Мен Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент көлік колледжінің Қазақстан тарихы пәнінің оқытушысы Абдимоминова Асия Әмзеқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 1986 жылғы Алматы қаласындағы желтоқсан көтерілісі. Сабақтың мақсаты ғасырлар бойы жүргізген ұлт азаттық көтерілісінің заңды жалғасындай болған ең шешуші әрі бүкіл Орта Азия мен Еуропадағы демократиялық қозғалыстардың көш бастаушысы ретінде тарихта қалған Алматыдағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы туралы баяндау. Желтоқсан оқиғасының себеп-салдары, оның құрбандары туралы тақырыптың тарихи маңызын, мәнін ашу. Студенттерді желтоқсан оқиғасының құрбандарын мәңгі есте сақтауға және олардың аңсап қол жеткізіп кеткен тәуелсіздік тұғырын биік ұстауға, отанның адал да азаматтары болуға тәрбиелеу. Сабағымыздың жоспары: бірінші, желтоқсан оқиғасының себептері; екінші, желтоқсан оқиғасының салдары және осы оқиғаның тарихи маңызы. Желтоқсан көтерілісіне Кеңестер одағы Коммунистік партиясының орталық комитетінің қаулысымен қазақ ұлтшылдығының көрінісі деген баға беріліп, көтеріліске қатысқан азаматтар қуғын-сүргінге ұшырады. КСР-ның тоталитарлық отаршыл саясатына қарсы қазақ жастарының азаттық күресі тарихи маңызы бар үлкен оқиға болды. Бұл оқиғаның себебі: бірінші, халық шаруашылығының тоқырауы, қазақ тілінің жағдайы, Семей полигонындағы жарылыстар. Ең бір түрткіл болған себеп ол билік басына Қонаевтың орнына Колбиннің келуі еді. Дүниені дүр сілкіндірген 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының қанды ызғары бүкіл одақ көлемін шарпып, Грузияда, Прибалтикада, Ресейдегі оқиғалардың тұтануына тарихи әсерін тигізді. Қызыл империяның ошағы болған КСР-ның ыдырауына әкеп соқты. 1986 жылдың 16 желтоқсанында Республика орталық комитетінің 5-ші пленумы болды. Не бары 18 минутқа созылған осы пленумда республиканы ширек ғасыр бойы басқарып келген Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың орнына Колбин сайланды. 17 желтоқсан күні таңертеңгі сағат 8-де қаладағы Брежнев атындағы алаңға саяси тәуелсіздікті талап еткен ұрандармен алғашында 300-дей адам жиналып, кешкісін көтерілісшілер саны 20 мыңға жетті. Бірақ көтерілісшілердің қойған талап тілектері аяқ асты етіліп, бұзақыларды күшпен тарату мақсатында алаңға құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен арнайы әскери күштер тобы жеткізілді. КСР-ның ішкі істер министрінің бұйрығы негізінде дайындалған Құйын 86 операциясы бойынша көтеріліс қатыгездікпен басып жаншылды. Желтоқсан оқиғасын тоқтату үшін КСР ішкі істер министрлігінің бірінші орынбасары генерал-полковник Елисеев басқарды. Оның қарамағына 20-25 мың адамнан тұратын Алматы гарнизоны, Фрунзе, Ташкент, Уфа, Тбилиси қалаларында орналасқан әскери бөлімдер әкелінді. 17 желтоқсанның кешіне дейін шеруге қатысушылар шектен шықпады, ешбір заңды бұзбады. Осы арада ерекше айта кететін бір жайт, алаңда қазақ жастары басым болғанымен, олардың қатарында орыс, украин, ұйғыр және басқа ұлттардың өкілдері де болды. Оны сол кездегі ішкі істер органдары тіркеген тізімдер де растайды. Осы күні түнгі 11 мен 12 аралығында демонстранттарды кіші сапер күректерімен, резеңке қолшоқпарлармен ұрып-соғып, қызмет итіне талатып, қуалау операциясы жүзеге асырылды. Операция аяқталған соң, алаңда асфальт үстінде қанға бөгіп құлап жатқан адамдарды машиналарға тиеп әкетті, алаңды тазартты. Ақыры оқиға кезінде әр ұлттың өкілдерінен тұратын 2401 адам ұсталды. Бұлардың ішінде Алматының соттары 326 адамды әкімшілік жазаға кесті. Қылмыстық істер бойынша 99 жас сотталды, 2 адам ату жазасына тартылды. Тек қана желтоқсан оқиғасына байланысты Қарағанды университетінен 25 студент комсомолдан шығарылып, 11-і университеттен қуылды. Алматы сәулет құрылыс институтының бұрынғы студенті Қайрат Рысқұлбеков түрмеде қаза тапты. Студент қыз Ләззат Асанова жұмбақ жағдайда көз жұмды. Желтоқсан 86 ызғарлы күн
Қар мен мұз жылжығандай құздан бүгін, өттің де астан кестен ойда жоқта, артыңа ұмытылмас із қалдырдың деп. Ақын Аққұштап Бақтыгереева жырлағандай, кешегі тарих қойнауында кеткен 20 ғасырдың 1986 жылғы желтоқсанында болған оқиға ұлт тарихындағы азаттық үшін өткен күрестердің ең соңғысы еді. Желтоқсан деген бір ой бар, шабынтып мінген үлекті, шаңылтыр күнде шырай бар, жылтар мекен жүректі. Иә, сол кездегі желтоқсанның 17-сі, 18-ші күндері бет қаратпас таулы өңірдің ылғалды аязы да, жалдамалы жендеттердің су сорғышпен атқылағанда тиген жерін қанжардай түліп түсер мұздай сулары да, азаттық аңсаған жастардың жалындаған жүректерін суыталған жоқ. Олар ұлтын сүйді. 70 жыл кеңестік тоталитаризмнің қыспағында булыққан сезімдер бір сәтте бұрқ етті. Тіпті қажет десеңіз, олар күллі адамзат баласының жанын, тәнін жеңгенімен, рухын ешбір озбыр күш жеңе алмайтынын дәлелдеп шықты. Тағдырлары қыстың алғашқы күнінде үсігіне тап болған сол кездегі жастар түрлі оқу орындарының өлімдей студенттері еді. Исатай мен Махамбеттің, Қабанбай мен Бөгенбайдың, Кекі мен Кенесарының ұрпақтары екенін көрсетті. Қалай десек те, бүгінгі тәуелсіздікке бастаған сара жол сол бір жылғы Алматыда өткен жастар көтерілісінен бастау алғаны белгілі. Иә, бізге еркіндік оңай келген жоқ. Қайраттай қайсар ұлдардың қанымен келген еркіндік, Сәбира менен Ләззаттың арымен келген еркіндік, желтоқсанның алғашқы қарымен келген еркіндік, алтын айдай ананың зарымен келген еркіндік, алаңда салған шамшының әнімен келген еркіндік, қиындықтың осындай бәрімен келген еркіндік. Сабағымызды осымен қорытындылайын, құрметті студенттер. Желтоқсан оқиғалары Қазақстан тарихындағы естен кетпес, аса ауыр және қайғылы беттерінің бірі. Бұл оқиғалар Қазақстанда ғана емес, бүкіл Кеңес одағына жаңа еніп келе жатқан жас демократия үшін күрестің басы болды. Сондықтан да оның жүгі ауыр, шығыны көп болды. Желтоқсан оқиғалары арқылы Қазақстанның енді ғана қаз тұрып келе жатқан жас демократиясы мол тәжірибе жинақтады. Тарихи сабақ болды. Енді сіздерге мен үй тапсырмасын берейін. Сіздерге үйге берілетін тапсырма бірінші, 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына сіздердің көзқарастарыңыз қандай? Екінші, өзіңіз білетін желтоқсан оқиғасына қатысушы туралы эссе жазу. Үшінші тапсырма, болашақ Қазақстанды қалай елестетесіз? Және де сіздерге қосымша тапсырма бергім келіп отыр. Осы желтоқсан оқиғасының негізінде түсірілген Аллажар фильмін интернеттен қараңыздар. Құрметті студенттер, осымен сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Құрметті ата-аналар, студенттер, бүгінгі қиын қыстау кезеңде барлықтарыңызды сабырлы болуға шақырамын. Үйде болыңыздар. Біз біргеміз. Қиындықты бірге жеңеміз.